сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Абай күні құтты болсын. Абай Құнанбайұлы 1845-1904. Абайдың табиғат лирикасы, әсіресе жылдың 4 мезгілін суреттейтін өлеңдері күшті ақындық шеберлікпен, зор мәдениетпен жазылған аса сұлу, сырлы жырлар. Бұлардың композициялық құрылысында да өзіндік өзгешелік бар. Жыл мезгілдерін сипаттау үстінде алдымен әртүрлі ақындық бояу арқылы оқушының көз алдына түрлі табиғат көріністері келеді. Жайқалған гүл, бәйшешекті, көкорай шалғыны мен күркіреген өзені бар, тамылжып тұрған шыбынсыз жазда сонда. Ақ кірпік, боран мен үскірік аязы бар, қылышын сүйреткен қырау қабақ қытымыр қыста сонда. Аспанын бұлттырлап гүлі солғын, сарғыш таласын шық басқан сарғылт күзде сонда. Әр өлеңінде ақын әуелі табиғат көріністерін суреттейді. Ізінше сол көрініске бөленген қазақ ауылының тірлік кәсібіне, шаруа жайына көшеді. Жазда күркіреп жатқан өзеннің көкорай шалғын жағасына көшіп барып, қонып жатқан ауыл, ақ білегін сыбанып, үй тіккен қыз келіншектер, өзен шетінде шыбындап, бөгелектеп тұрған құлын тайлы көп жылқылар. Одан әрі сол ауыл шындығы өрістеп кете беретін болса, қыста шидем мен тондарын қабаттап киіп, оранып алса да долы боранға бет қарауға шыдамай, сырт айналып тағы да мал соңында қар жамылып, мұз жастанған жылқышылар, суық өтіп титығы құрыған тайлар мен жабағыларға ауыз салуға аран ашып, жан таласып, айдалада шоқақ жортып жүрген аш қасқырлар тағы басқа көз алдымызға келеді. Мұның бәрі көшпелі қазақ ауылының тұрмыс тіршілігі. Мұнан кейін Абай дәл сол ортадағы биігірек сатыға көтеріліп, саяси сипат алады да, алуан түрлі әлеуметтік мәселелерді қозғайды. Абайдың азаматтық көзқарасы да дәл осы арада айқындала ашылып қалады. Қыз ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдаң қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазаңдалды. Бурадай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қажмас қайран жылқы, титығы құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қор қылма итке малды. Ит жегенше Қондыбай қанай жесін, құр жібер мына ант тұрған кәрі шалды. Ғылым таппай мақтанба, қысқартылып алынған. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз, жамандық көрсең нәпратлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсеңіз, білген дердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз.